Сәлеметсіздер ме оқушылар? Кеңейтілген шынайылықта пирамиданы 3D форматта тамашалауға шақырамын. Magic кубының көмегімен кеңейтілген шынайылықта пирамиданың бейнесін тамашалаймыз. Яғни өзіміздің бөлмемізде тұрғандай пирамиданы сезінеміз. Пирамида ол Египеттегі ең көп туристер баратын туристік нысан болып табылады қазіргі таңда. Дәл осылай барлық елде де өзіне тән ұлттық туристік мекендер, өзіне тән ұлттық дәстүрлері бар. Пирамиданы түгел барлық қырларынан қарап тамашалай аламыз. Magic кубының көмегімен. Оқушылар, алдарыңыздағы сілтемеге өту арқылы Sketchfab сайтына суретті тамашалайық. Оқушылар, не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар, бұл киіз үй. Киіз үй біздің ата-бабаларымыз тұрған үй. Киіз үйдің әрбір элементі ұлттық құндылыққа толы. Киіз үйдің ішінде қарасаңыздар, ата-бабаларымыз қолданылған барлық ыдыстар, кілемдер оюға толған. Барлығы да әсем безендірілген. Бұл қандай форматта киіз үй? Қараңыздар, қандай форматта берілген? Дұрыс айтасыздар, 3D форматтағы киіз үйдің бейнесі екен. Оқушылар, 3D форматының бүгінгі тақырыбымызға қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, яғни бүгінгі тақырыбымыз объектілердің 3D форматын құру. Яғни осындай 3D форматтағы суреттерді бүгінгі сабағымызда құратын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз объектілердің 3D модельдері. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары 3D редактордағы объектілердің модельдерін құру. Сабақтың мақсаты 3D редактор құралдарының қызметін біледі, 3D редактор құралдарын қолданып модельдер құрай алады, өз идеясына сүйеніп 3D редакторда шығармашылық модель жасай алады. Бағдарламасында стаканның суретін салатын боламыз. Ол үшін алдымен шеңбер құралын таңдап, координаталық осьтің ортасынан шеңберімізді салып алатын боламыз. Қаншалықты көлем қажет екенін өздеріңіз таңдап саласыздар. Шеңберді салып аламыз. Одан кейін push-pull құралының көмегімен, яғни біздің шеңберімізге көлем беру үшін жоғарыға қарай шеңбердің үстіңгі бөлігіне қойып, жоғарыға қарай тартатын боламыз. Сол кезде бізде көлемді фигура пайда болатын болады. Бұл стаканның, яғни негізгі бөлігі пайда болды. Міне, айналдыру құралының көмегімен барлық қырларынан, барлық жаңағындай жоғарысынан, астынан, үстінен, барлық қырларынан қарап көлемді фигурамызды қарай аламыз. Екінші біздің енді стаканның біздер ішкі қуысын жасауымыз керек. Ол үшін фигурамызды жоғарғы жағына қойып, ол үшін екінші шеңберді салатын боламыз. Шеңбер құралын таңдау арқылы сыртқы шеңбердің ішкі жағына екінші шеңберді саламыз. Екінші шеңбер бірақ сыртқы шеңберден асып кетпеу керек, өйткені ішкі қуысын жасау үшін. Екінші шеңберді салып, тағы да push-pull құралының көмегімен құралын таңдау арқылы оны ішіне қарай керісінше, жаңа сыртқа қарай шығарған болсақ, ендігі ішіне қарай кіргізетін боламыз. Ішіне қарай кіргізгенде бір ескеретін жайт, ол яғни стаканның түбін міндетті түрде қалдыруымыз керек.
стаканның түбі қуыс болып қалмау керек. Астынан қараған кезде стаканымыздың түбі тесік, яғни түбі ашық болмау керек, түбі жабық болу керек. Сондықтан да түбін міндетті түрде жабық қалдырамыз. Келесі қадам ол бізде стаканның тұтқасын саламыз. Ол үшін доға құралын таңдаймыз, яғни екі нүктенің көмегімен доға салуды таңдаймыз. Доғаны салып аламыз, бірінші нүктесін және де екінші нүктесін өзіңіздің қажетті ұзындығыңызға сәйкес таңдап аласыздар. Салып, доға сызығын салып, доғаны бітейміз. Сызық құралының көмегімен доғаны тұйықтаймыз. Одан кейін тағы да ішкі доғасын сызамыз. Ішкі екінші доғасын сызып болған соң ішіндегі жаңағындай бос стаканның тұтқасын жасау үшін ішкі бөлігін және де доғаны тұйықтаған сызығымызды кетіріп тастаймыз. Бізде тұтқа пайда болды, бірақ тұтқамызда әлі де көлем жоқ. Тұтқаға көлем беруіміз үшін тағы да push-pull құралының көмегіне жүгінеміз. Push-pull құралының көмегімен доғаға көлем береміз. Көлем беріп, орнына стаканымызға әкеліп орнына қоямыз. Міне біздің стаканымыз пайда болды. Оқушылар, енді тапсырмаға өтейік. Алдарыңызда 3 түрлі тапсырма берілген. Бірінші тапсырма суретші бол тапсырмасы. Екінші тапсырма құрылысшы бол тапсырмасы. Үшінші тапсырма дизайнер бол тапсырмасы. Осы 3 тапсырманың кез келген біреуін таңдап орындаңыз. Бірінші суретші бол тапсырмасы тостаған, яғни аяқ ыдысының моделін құрастыр. Дескриптор. Негізгі пішінді таңдай алады, пішіннің өлшемін және орнын реттейді, пішінді тостаған түріне келтіреді, модельді сақтап, көрсетілімге дайындайды. Екінші, құрылысшы бол тапсырмасы қазан ошақтың моделін жасаңыз. Дескриптор. Негізгі құралдарды дұрыс пайдаланады, пішінді, өлшемді және пропорцияны реттейді, модельді сақтап, көрсетілімге дайындайды. Үшінші, дизайнер бол тапсырмасы. Өз ойыңнан 3D форматта ұлттық немесе тұрмыстық бұйым моделін құрастыр. Дескриптор. Негізгі құралдарды дұрыс пайдаланады, бұйымның пішінін, пропорциясын және өлшемін реттейді, модельді сақтап, көрсетілімге дайындайды. Бағалауды төмендегі кестеге сәйкес жүргізесіздер. Бірінші, суретші бол тапсырмасына, яғни жеңіл тапсырмаға 1 балл беріледі. Екінші, орта құрылысшы бол тапсырмасын таңдасаңыз 2 балл беріледі, орындасаңыз. Үшінші, күрделі, яғни дизайнер бол тапсырмасын орындағаныңыз үшін 3 балл беріледі. Және де ең үздік жұмыстарға от шашу жасаймыз. Келесі екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма WordWall сайтында викторина. Төмендегі сілтемеге өтіп, WordWall сайтынан викторинаны орындаңыз. Дескриптор. SketchUp-тағы негізгі құралдарды біледі. Сызу құралдарын таниды, навигация және көшіру құралдарын біледі. Төмендегі кестеге сәйкес өзіңізді бағалаңыз. Егерде 6 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 3 балл, 5 және 3 сұрақтар аралығында дұрыс жауап берсеңіз 2 балл, 1 және 2 сұрақтар аралығында дұрыс жауап берсеңіз 1 балл. Келесі тапсырмамыз Animated Drawing сайтында өзің салған 2D суретті жандандырып қара. Яғни 2D форматында дәптеріңізге өзіңіз қалаған суретті салыңыз. Оны Animated Drawing сайтында жандандырыңыз.
төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл сурет 2D формат па? Әлде 3D формат па? Егер осы суретті 3D форматта модельдесек, қандай бөліктері көлемді болар еді? 3D редакторда оны қандай құралдармен жасауға болатынын ата. Дескриптор. Animated Drawings сайты арқылы 2D суретті жандандырады. Суреттің форматын және ерекшеліктерін жазады. 3D форматта қалай бейнеленетінін түсіндіреді. 3D модельге айналдыруда қолданылатын құралдарды көрсетеді. Өзіңізді төмендегі кестеге сәйкес бағалаңыз. 2D суретті жандандырғаныңыз үшін 1 балл қойыңыз. Сұрақтарға жауап жазғаныңыз үшін тағы да 1 балл қойыңыз.